Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен баклажаннан осындай өте әдемі қытырлақ рулеттер жасайтын боламыз. Бұл рулеттер дастарханыңыздың көркі әрі дәмі өте керемет болып шығады. Сондықтан менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен баклажанымыздың керек емес артық жерлерін кесіп аламыз да, содан соң осылай ұзынша жіңішке етіп барлық баклажандарымызды кесіп дайындап аламыз. Баклажандарымызды ешқандай да тұзды суға салудың қажеті жоқ. Бірден қазір жұмыртқаға, ұнға, сухарикке орнатып пісіре беретін боламыз. Барлығын ең алдымен кесіп дайындап алыңыздар. Мінекей мен бізге керекті заттардың барлығын дайындап алдым. Ұнды, панировочный сухарикті және жұмыртқаны барлығын дайындап алдым. Жұмыртқаға шым-шым тұз қосуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып алыңыздар. Содан соң ұзыншалап кесілген баклажанымызды ең алдымен ұнға батырамыз, содан соң жұмыртқаға батырамыз, ең соңында панировочный сухариға батырып дайындап аламыз. Мінекей қайтадан көрсетейін, жақсылап қарап алыңыздар. Ең алдымен ұнға, сосын жұмыртқаға, содан соң сухарикке орнатамыз. Барлық баклажандарымызды осы қалыппен дайындап алғаннан соң табаға май құйып, майымыз қызғаннан соң баклажандарымызды салып, екі бетінен жақсылап қызартып қуырып аламыз. Бір беті қызарғаннан соң екінші бетіне ауыстырып, екі бетінде қызартып қуырып алыңыздар. Барлық баклажандарды дәл осы қалыппен қуырып аламыз. Ендігі кезекте баклажандарымызды ораймыз. Мінекей мен баклажанымды, салат жапырағын, қызанағымды турап дайындап алдым. Және де майонезге 2-3 тісше міндетті түрде сарымсақ қосуды ұмытпаңыздар. Үккіштен өткізіп қосасыздар. Ендігі кезекте баклажанымызды алып, ортасына майонезімізді жағып шығамыз да, содан соң салат жапырағын қойып, оның үстіне қызанақты қойып, жақсылап орап шығамыз рулет тәрізді етіп. Салат жапырағын қойған кезде міндетті түрде шетін осылай шығарып қойыңыздар. Сол кезде дастарханда өте әдемі көрінеді. Сіздерге түсінікті болу үшін екінші қайта көрсетейін, жақсылап қарап алыңыздар. Оп-оңай. Салат жапырағын шетіне шығарып орналастырамыз да, қызанағымызды қойып, рулет тәрізді етіп ораймыз. Мінекей достар, осымен біздің өте әдемі әрі өте дәмді болып шығатын баклажаннан рулеттеріміз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Анаргүл.